Құдайдың заңы бостандық пен шынайы бақытқа апаратын жол. Құдайдың заңы бізді бұзатын өмір салтынан қорғайды. Сәлем достар, сіздермен бірге Бақытты лайф арнасы. Қош келдіңіздер. Үміт хабары тақырыбын ары қарай жалғастырудамыз. Айналамызда неге зұлымдық, зорлық-зомбылық көбейіп жатыр? Неге біздің балаларымыз дұрыс емес ақпарат көреді? Интернет ғаламтордағы айналамызда көріп жатқан нәрсенің бәрі дұрыс па? Кинодан көріп жатқан бәрі дұрыс па? Егер де көрсек те, ол ертеңгісін бір өздерінің бір әсерлерін білдіре ма? Енді арамызда көп сұрақ бар. Кейбір ата-аналар көркем фильмдерді көрсетпейді балаларына. Ғаламторда көп отырғызбайды. Тек қана сабаққа керек нәрсе керек уақытында ғана отырғызады. Бірақ оның өзінде бүгін адамдар жиі жаман нәрселер жасайды. Оның бәрі қайдан пайда болды? Не үшін? Егер де біз Құдайды танысақ, неге біз адамдар ондай нәрселер істейміз? Онда біздің Құдайға сенбегеніміз ба? Құдайдың адам емес болғанымыз ба? Соңғы сұрақтар кеше алдыңғы уақытта айта кеткен. Бізде таңдау бар. Біз не Құдайдың жолындамыз, не шайтанның жолындамыз. Ортасы жоқ. Егер де мен Құдайдың заңын орындап, күнә жасамай, Құдайға дұға етіп, Құдайдың жолымен жүрсем, Құдайдың айтқанын істеп, онда мен Құдайдың жолындамын. Ал Құдайдың жолында жүрген, оның айтқан тыңдау деген, оның ол заңдарын орындау. Қандай? Кісі өлтірмеу, ұрламау, неке адалдығын бұзбау, тағы басқа Құдайдың бізге бүгін бұйырған анықтамалар бар. Біздің орындау керек. Бірақ адамдар орындамаса, онда шайтанның жолында деген. Қайсымыз біз шайтанның жолындамыз деп айта аламыз? Ешкім өйтіп айтпайды. Ал ісімізбен, қылығымызбен, ой-пікірімізбен Құдайдың жолында жүрмегендіктен, Құдайдың сөзін оқымағандықтан біз солай есептелеміз, достар. Бізбен бірге ары қарай болыңыздар, толық ойларды түсінесіздер. Мысалы, кейбір Құдайға сенушілер былай айтады: біз өз қауымдарымызда заңды уағыздамаймыз, Құдайдың сүйіспеншілігін уағыздаймыз дейді. Бұл басқа нәрселер сияқты. Сүйіспеншілік әрқашан мойынсынуға келеді. Солай емес пе? Махаббат бізді ешқашан мойынсынбауға апармайды. Бұл бізді Құдайдың өсиеттерін орындауға талпындырады. Егер де жақының қиналып жатса, егер де әйелің қиналып жатса, егер де кішігірім ұрыс қалсаңыздар, сен барып одан кешірім сұрайсың, құшақтайсың, тыныштандырасың. Неге өйтесің? Өйткені сен оны сүйесің, сүйгендіктен. Келікті бізге былай дейді. Жохан жазған ізгі хабар 14-ші тарау 15-ші аят. Сендер мені сүйсеңдер, өсиеттерімді орындаңдар. Мәсіх: егер мені сүйсеңдер, өсиеттерімді орындай алмайсыңдар ма? Деді ме? Жоқ. Құдайдың өсиеттерін орындау махаббаттың салдары. Біз Құдайдың құрметіне ие болмау үшін өсиеттерді орындауымыз керек. Бұл оның сүйіспеншілігіне берген жауабымыз. Мен тек құтқарылу үшін Құдайға мойынсынбаймын. Мен Құдайға құтқарылу үшін емес, құтқарылғаным үшін бағынамын. Мен мойынсыну арқылы өз құтқарылуымды таппаймын. Құдай бізге айқышта құтқаруды берді. Бірақ мен айқышқа келгенде менің мойынсұнғыштығым құтқарылғанымды куәландырады. Жоханның 1-ші хаты 2-ші тарау 3-ші 4-ші аяттары былай дейді: егер Құдайдың өсиеттерін орындасақ, Құдайды жақыннан танитынымызды білеміз. Жохан өсиеттерді орындау Құдайды танитынымызды көрсетеді дейді. Міне, біздің қайта туылғанымыздың дәлелі. Міне, біздің шын мәнінде Мәсіхтікі екенімізді дәлелі. Құдайды танимын дей тұра, оның өсиеттерін орындамайтын кісі өтірікші. Соның жан дүниесінен шындық орын алған жоқ дейді. Біз Мәсіхті аңсағанымызда, оның толық танып білгенімізде, жүрегімізді оған толығымен бергенде, оның сүйіспеншілігіне біздің табиғи жауабымыз оған мойынсыну болады. Біреу сізге Құдайдың заңы енді маңызды емес, бұл өсиеттерді ұмыттыңыз десе, мұндай адам сізге жалған ізгі хабарды үйретеді, достар. Өйткені келіктап бізге бұған үйретпейді. Рақым мен заң бір-біріне қайшы емес. Рақым арқылы құтқарылсақ, мойынсынбау үшін емес, Құдайға мойынсыну үшін құтқарыламыз. Құдай заңының рөлі қандай, достар? Біріншіден, бәріміз рақым арқылы құтқарылдық. Көне өсиет кезіндегі сенушілер Мәсіхтің келуін күтті. Жаңа өсиетте біз қазірдің өзінде келген Мәсіхті көреміз. Олар күткен рақым арқылы, сенім арқылы құтқарылды. Біз қазірдің өзінде келген рақым арқылы құтқарылдық. Бірақ мұның бәрі рақым арқылы болса, онда Құдай заңының рөлі қандай?
Киелі кітап бізге былай дейді. Римдіктерге арналған хат 3 тарау 20 аят. Заң адамның күнәлі екенін әшкерлейді. Егер сіз заңды жойсаңыз, күнә жоқ. Заң болмаса, күнә жоқ. Бірақ күнә Таурат арқылы белгілі. Құдай күнәні өз заңы арқылы ашады. Римдіктерлерге арналған хаттың 7 тараудың 7 аяты былай дейді. Бірақ заң болмаса, күнә жасағанымды білмес едім. Мысалы, Таурат заңы басқаның иелігіне сұқтанба демесе, сұқтанудың күнә екенін білмес едім. Құдайдың заңын бұзатын болсақ, бұл күнә. Бұдан заңның рөлі күнәнің не екенін анықтау екенін анық. Заңда бұл жақсы, мынау жаман. Заң Құдайдың үкімінің моральдық нормаларын анықтайды. Заң бүкіл қоғамның негіздерін анықтайды. Аян кітабындағы үкім адамдарды заңға жүгінуге шақырады. Ол рақым арқылы құтқарылған мәсіхшілерді мойынсұнушылық пен қасиетті әділдікте өмір сүруге шақырады. Аян кітабындағы үкім біздің күнәқар қылықтарымызды ақтамайды. Ол бізді моральдық жауапкершілікке шақырады. Рақымның рөлі қандай? Ефесктерге арналған хат 2 тарау 8-9 аят бізге былай дейді киелі кітапта. Себебі Құдайдың рақымы мен Мәсіхке деген сенімдерін арқылы құтқарылдыңдар. Бұл өздерінің жетістіктерін емес, Құдайдан келген сый дейді. Рақым Құдайдікі. Рақым Құдайдың кешірімі, Құдайдың құдіреті және Құдайдың махаббаты әрбір күнәқарға жетеді. Құдайдың рақымы, Құдай заңын жоя ма? Егер мен рақым арқылы құтқарылсам, бұл маған Құдай заңын бұзуға құқық бере ме? Киелі кітап бұған бізге былай жауап береді. Римдіктерге арналған хат 3 тарау 31 аят. Біз адамдар сенім арқылы ақталады деп Құдайдың заңын күшінен айырамыз ба? Жоқ, мүлдем олай емес. Керісінше, біз Құдайдың заңының күшін нығайтамыз. Басқаша айтқанда, елші былай дейді. Рақымдылық арқылы сенгендіктен заң сізге қажет емес деп ойламаңыз. Бұл біздің іргетасымыз. Біз осыны жақтаймыз. Рақым арқылы құтқарғандықтан біз заңға бағынуымыз керек. Ал Матай жазған ізгі хабар бізге былай дейді киелі кітапта 5 тарау 17 аят. Мен Таурат заңы мен пайғамбарлар жазбаларының күшін жою үшін келдім деп ойламаңдар. Мен оларды жою үшін емес, қайта толық мағынасында жүзеге асыру үшін келдім. Мәсіх заңның енді қажет емес екенін айту үшін емес, заң бойынша өмір сүру үшін келді. Мәсіх заңға толығымен мойынсұнды. Ол мұны өз өмірінде орындады. Римдіктерге арналған хат 6 тарау 14 аят киелі кітап бізге былай дейді. Күнә сендерге билігін жүргізбеу керек. Себебі сендер енді Таурат заңынан емес, Құдайдың рақымына бағынасыңдар. Күнә саған қашан билік етеді? Құдайдың емес, өз жолымен жүргенде. Бағана айта кеткендей, біздің алдымызда әрдайым таңдау бар. Не Құдайдың жолымен жүру, не шайтанмен. Құдайдың заңын орындамасақ, Құдайдың сөзімен жүрмесек, Құдайдың қалауын істемесек, біз шайтан жолымен жүргеніміз. Ортасы жоқ, достар. Сондықтан біз қай жолмен жүргенімізді байқайық. Заңды бұзған кезде күнә сізді ұстайды. Өйткені киелі кітап күнә заңсыздық немесе заңды бұзу деп айтады. Сондықтан елші былай деп жазды. Күнә сендерге үстемдік етпеу керек. Өйткені сендер заңның емес, рақымның қол астындасыңдар. Заң астында болу деген нені білдіреді? Бұл құтқарылу құралы ретінде заң астында болу дегенді білдіреді. Бұл заңды бұзғаным үшін сотта болу дегенді білдіреді. Бұл құтқару құралы ретінде заңға сүйенетінімді және оны сатамайтынымды білдіреді. Сондықтан мен сотталдым. Күнә деген не? Құдайдың заңын бұзу. Мен бұзған заңмен сотталдым. Сондықтан мен заңның астындамын. Рақым астында болу нені білдіреді? Рақым астында болу үшін айқышқа келіп, оның аяғына тағзым ету керек. Рақым астында болу менің Мәсіхтің кешірім, оның кешірімін қабылдап, Мәсіхтің кешіріміне ие болу және оның құдіретіне толы болу дегенді білдіреді. Бүгінгі бағдарламамыз аяғына келді, достар. Егер де сұрақтарыңыз болса, осы бейне жазбаның бетіндегі WhatsApp нөмірімізге хабарласыңыздар. Киелі кітапты жақынырек, толығырақ білгілеріңіз келсе, онда да жазыңыздар. Болмаса өзіңіз жеке зерттейім, жеке қарайым десеңіз, осы бейне жазбаның астында сілтеме бар, alkitab.media деген. Соған өтіп, арнайы анықтама ала аласыздар. Келесі жолға дейін сау, сәлемет болыңыздар. Құдай сіздерге жар болсын.